Ассалаумағалейкум достар. Білген дұрыс арнасына қош келдіңіздер. Әлемдегі ең көп тараған сусындардың бірі болып табылатын шайдың бауырға қандай әсері барын білесіз бе? Білмесеңіз, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліңіз. Өзіміздің тамсана ішетін шайымыздың бауырға қандай әсері барын білген дұрыс. Жапондықтар мен қытайлықтар көк шайды бауыр ауруларының алдын алу үшін ішеді екен. Оның шөлді басып, ағзаны сергітетін, әрі нәрлендіретін қасиеттері бар. Ал шайдың бауырға әсері қандай? Зерттеулерге сүйенсек, қара шай бауыр клеткаларын алкогольді ішімдіктер әсерінен болатын бұзылыстардан сақтайды екен. Осындай тұжырымдармен қатар көк шай мен қара шайдың бауырға пайдасы мен зияны туралы толығырақ айтуға тырысамыз. Көк шай айтып өткеніміздей бауырдың аурулардан сақтауға септігін тигізеді. Аталмыш сусынды ішу арқылы біз бауыр жасушаларын қорғай аламыз. Оның құрамындағы өте көп антиоксиданттар осындай күшке ие. Сонымен бірге бауырды түрлі токсиндерден тазартады. Көк шай қандағы су, тұз алмасуын қалыпқа келтіреді, несеп айдайды. Мұның бәрі бауырдың жұмысын жеңілдететіні сөзсіз. Тіпті көк шайдың бауырдың патологиялық аурудың алдын алатын керемет әсері бар. Алайда, көк шайды тым көп ішуге де болмайды. Себебі көк шайды шамадан асырып ішкендер бауыр жеткіліксіздігіне апарып соқтыруы мүмкін. Көк шайды күніне 3 шыныдан артық ішпеген жөн. Қара шайдың бауырға әсері қандай? Қара шайда көк шай секілді аурудың алдын алуға көмектесетін сусын. Күніне 2 рет қара шай ішкен адамның бауыр ауруына шалдығуы 25%-ға төмендейді деген дерек бар. Қара шайдың әсіресе қан қысымын төмендетіп, қан тамырлары ауруымен ауыратындарға пайдасы зор. Сонымен қатар ыстық шайды ұрттап ішсеңіз, өт жолдарын тазалап, өтте тастың пайда болуына жол бермейді. Қара шайдың құрамындағы темір, мырыш, фтор, танин сияқты заттардың арқасында осындай әсерлер беріп, денсаулығыңыздың сыр бермеуіне септігін тигізеді. Қысқа да нұсқа айтылған көк шай мен қара шайдың пайдасын білген дұрыс. Видео пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Ал сіз шайдың қандай пайдасын білесіз? Комментарийға жаза кетіңіз.